теннис ең қымбат спорт түрлерінің бірі болатын, ал қазір керісінше. Қазақстанда теннис соңғы 10-15 жылда дами бастады. Еліміздің қалаларында үлкен теннис корттары ашылып, жасөспірімдердің қызығушылығы оянды. Сондай корттардың бірі бүгінде Түркістан қаласында ашылып жатыр. Орталық жаңа әкімшілік ауданда орналасқан. Қазіргі заманғы кешенде 3 шабық және 5 ашық корт бар. Біз балдарды сол кішкентай уақытынан дайындаймыз. Өз категориясы болады: қызыл доп, сары доп, оранжевый доп, жасыл доп деген тегін тренировка жасап жатырық. Осы балдарымыз дамып, осы үлкен теннисті біз дамыту үшін тегін жасап жатырық. Спорт кешенінде тенниспен кәсіби және әуесқой шұғылданатындар үшін барлық жағдай жасалған. Орталықта 5 жастан 14 жасқа дейінгі 150-ге жуық жас спортшы жаттығады. Оның ішінде аудандардан келетін жасөспірімдер де бар. Октябрьдің басына, Құдай қаласа, қызғылт топтан 14 жылғы, 13 жылғы балдарымыз жасыл топ, 14 жылғы қыздарымыз жаңағы қызғылт топқа Астанаға жарысқа дайындалып жатыр. Қазір республика көлемінде Национальная федерация тенниса ұйымдастырып жатыр. Соған Құдай қаласа барып қатысамыз. Теннис орталығына келген соң осы сәтті пайдаланып, мен де тренермен негізгі ережелер бойынша жаттығып үйрендім. Ваня, асықпаңыз. Раз, два, кеттік. Отлично, вот. Сіз ұрдыңыз ғой? Иә. Да, бағаны айтып. Да. Ашылғанына біраз уақыт болса да, жас спортшылары жақсы нәтиже көрсетіп, республикалық жарыстарға жолдама алып жатыр. Егер сізде балаңызды осындай спорт түрінен көргіңіз келсе, міндетті түрде орталыққа келіп жаттығуға беріңіз.